Әріптестер, енді жаңа дайын шаблондар арқылы солай жасауға болады. Өз суреттеріңізді кірістіріп, бірақ өздеріңіз де жаңадан шаблондар жасай аласыздар. Мысалға, ол үшін жаңа постершті ашасыздар, мына жерде плюс тұр ғой, осы батыман бастап пустой лист деген басасыздар, создать. Сосын мына листке жазасыз өзіңіздің. Енді мына жерге стикер деген басамыз. Стикер басқанда мына жерде қараңыз, әртүрлі осындай рамкалар шығады. Бұны енді сіз өзіңіз таңдай аласыз. Мысалы, мынандай қылып созып, мына рамканың бетін жасап, мына жерге енді сіз өзіңіз стикер деп басайық. Не бар екен мына жерде? Мінекей әртүрлі мынандай нелерді қойсаңыздар да болады. Мына сыртындағысын, жараспай тұрса, мына сыртындағысын бұлай сурет алып тастайсыздар. Мүмкін мындай қойып, мына шрифтнағы келмей тұр, жараспай тұр, онда осылай айырбастап жүріңіз. Мынандай қылып. Осылай әсемдеуге болады. Бұны да сақтап қоясыздар. Сосын любой керек жерге өзіңіз жаңа жібере бересіз. Қай жаққа жібергіңіз келеді, мысалға. Осына қазір страницаға мынандай болып шығады, қазір мен көрейін. Жаңа салған суретіміз мынандай болып шығады. Логотиптерді қоюға болады, әрқайсыларыңыз өз парақшаларыңызды жаңағыдай реклама жасайтын кезде міне. Жерге қойып, фейсбуктікін салып, осылай стикерлерді пайдаланасыз. Осымен танысып көріңіздер, қараңыздар, сіздерде көп нелер бар, мүмкіндіктер.